1986 жыл 16 желтоқсанда Мәскеудің тағайындауымен Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бас хатшылығына осыған дейін қазақ даласына аяқ басып көрмеген Геннадий Колбиннің сайлануы Желтоқсан бірде ел тосқан түрде келетін мүлде жайдарлы сол жылы бірақ әдеттен жырақ көрінді шынық. Саламатсыз ба? Өзіңізбен амандасып алайын. Осылай қазіргі уақыт тапшы заманда біршама уақыт бөліп осылай сұхбат беріп жатқаныңыз үшін алғысымыз шексіз. Бүгінгі сұхбатымызда сізге бірнеше сұрақ дайындаған болатын. Осы сұрақтар бойынша жалпы тәуелсіздікке байланысты осы желтоқсан оқиғасының тәуелсіздік алуымызда Қазақстанның тәуелсіздігіне деген маңызы туралы мынандай бір сұрақтарымыз бар. Яғни қазір биыл өткен жыл тәуелсіздік алғанымыздың 30 жылдық мерекесі келе жатыр. Бұйыртса осы аралықта желтоқсан оқиғасының шындығы толық ашылды ма? Мұнда оқиға деп емес, ұлттық азаттық көтеріліс деп атау керек деген пікірлер де бар халықтың арасында. Сіз бұған қалай қарайсыз? Яғни сіздің осы ойларға, осы айтылған пікірлерге өзіңіздің ой пікірлеріңіз қалай? Бірінші сұрағымыз осы жөнінде болмақ. Қайырлы күн, Жүніс. Біріншіден барша атыраулықтарды, барша жерлестерімізді, барша қазақстандықтарды келе жатырған еліміздің ең ұлық мерекесі, ұлттық мерекеміз, тәуелсіздік күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Еліміздің еңсесі биік, туы тұғырлы болып, тәуелсіздігіміз мәңгі болсын деген тілек айтқым келеді. Әрине, тарихшылар ретінде, тарих ғылымы саласында жұмыс жасап жүрген, еңбек етіп жүрген оқытушылар, ғалымдар, жалпы қызметкерлер үшін бұл мерекенің және осыған орай желтоқсан оқиғасының да маңызы ерекше деп ойлаймын. Өзің жаңа жақсы сұрақ қойдың. 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы, бағасы қалай болады? Оны біз қозғалыс деп атаймыз ба, көтеріліс деп атаймыз ба деген сұрақ. Енді өздеріңіз білесіздер, желтоқсан Алматыдағы жастардың үлкен бас көтеруіне келесі жылы 35 жыл болады. Ал тәуелсіздігімізге әрине жаңа өзің атап өткендей 30 жыл толады. Ол тағы да осы тарихи оқиғаның мән мағынасын зерттеу үшін үлкен бір бізге мүмкіндік беретін атаулы дата деп ойлаймын. Жалпы бұл көтеріліс жөнінде оқулықтарда, немесе мақалаларда, немесе халықтың арасында желтоқсан қозғалысы, желтоқсан көтерілісі деген түрлі пікірлер айтылып жүр. Және көптеген уақытта ғалымдар бұны азаттық, қазақ халқының азаттық күресінің, азаттық көтерілістерінің қатарына қосу керек деген пікірлер болды. Өзіңіз білесіз, қазақ халқында, мысалға Ресей империясының кезінде және Кеңес империясының да алғашқы құрылған кездерінде көптеген халықтың тәуелсіздікке байланысты, тәуелсіздікке деген көтерілістері болып өтті. Енді бұл желтоқсандағы болған тарихи оқиғаны біз қалай бағалаймыз дейтін болсақ, мен жақында емес, енді осы тәуелсіздіктің 30 жылдығы, желтоқсан оқиғасының 30 жылдығы қарсаңында өткен үлкен халықаралық ғылыми конференция болды. Сонымен қатар осы конференциядан басқа 2014 жылы үлкен бір ғылыми жинақ шықты. Сол жерде осы қазақ көтерілістері деген энциклопедия шыққан 2014 жылы. Осы
қазақ көтерілістері деген энциклопедияда желтоқсан көтерілісі деп жазған. Желтоқсан көтерілісі деп жазған. Сонымен қатар жаңа айтып өттім, 2016 жылы осы оқиғаның, тарихи оқиғаның 30 жылдығына орай үлкен бір халықаралық конференция болған. Осы конференцияның кезінде де тақырыбында да желтоқсан көтерілісі деп жазған. Соған қарағанда халықтың оқиғадан көрі бұны, яғни 1986 жылғы Алматы қаласында болған тарихи оқиғаны ұлт азаттық көтерілістер қатарында атау керек деген пікір басымырақ деп ойлаймын. Соған қарағанда мына үлкен көтерілістердің қатарында жазғаннан кейін халықаралық конференцияның қарарында, оның жинағында көтеріліс деп жазғаннан кейін, оның ішінде кейбір бірқатар жаңағы елімізге танымал тарихшылар, оның ішінде Хамгелді Әбжановтың мақаласында, Талас Омарбековтың мақаласында осы жинақтарға енгізілген, жаңағы конференция жинағына енгізілген желтоқсан көтерілісі деген өзінің атауын көрсеткен. Соған қарағанда бұл жаңағы ұлт азаттық көтеріліс қатарына жататын атаулы тарихи оқиға ғой деп ойлаймын. Енді жаңағы 30 жыл деген уақыт, егер тарих ұғымымен алып қарасақ, ол өте көп үлкенде уақыт емес. Сондықтан да бұған байланысты, бұл көтеріліске байланысты, азаттық көтерілісіне, азаттық күресіне байланысты зерттеулер әлі жүргізіле береді деп ойлаймын. Бұл жерде тек қана бір ғана баға берілмейтін шығар. Яғни біздерде пікірлердің, түрлі пікірлер айтылуға ашық болғанда түрлі пікірлер айтыла алады. Сондықтан да егер де бұл көтеріліс деп сипаттайтын болсақ, қозғалыс деп сипаттайтын болсақ, оқиға деп сипаттайтын болсақ, әрбір ғалым осы жаңағы бағалауды неге сүйеніп айтып отыр, қандай дәйек келтіріп отыр, соны өздерінің зерттеулерінде дәлелдеп көрсетеді деп ойлаймын. Бірақ менің өзімнің пікірімше, және басқа да көптеген соңғы кездері жазылып жатқан мақалаларға қарағанда, зерттеулерге қарағанда, бұл ұлт азаттық көтерілістер қатарынан орын алады деп ойлаймын. Түсінікті. Рахмет, осындай өзіңіздің ашық пікірлеріңіз үшін, толық берген мәліметтеріңіз үшін. Осы желтоқсан оқиғасы жайлы енді университет қабырғасында да осы өзіңіздей ұстаздардан көп білім алдық. Енді видеолардың, бейнероликтерін әртүрлі сол кездегі көтерілістің кезіндегі жастарды қудалаулар, оларға көрсетілген әртүрлі озбырлықтарды көріп, естіп жатырмыз. Дегенмен де осы оқиғаны өз көзіңізбен көрген тұлғалардың бірі өзіңізсіз. Осыған байланысты екінші сұрағымыз сол мәселе жөнінде болмақ. Яғни желтоқсан оқиғасы кезінде өз көзіңізбен көрген жаңағыдай әділетсіздіктеріңіз немесе сол кезеңдердегі озбырлықтар туралы қысқаша айтып өтсеңіз. Жалпы тарихшылар өздерінің білесін, әрбір нәрсенің себебі мен салдары туралы айтылады ғой. Сол кезде неге бұл себеп болды деп, неге жастардың шығуына себеп болды, түрткі болды деген мәселелерді тарихшы ретінде өздерінде дәрістер кезінде оқып білдіңіздер. Әрине бұл кезде оқиғаның өзінің түп төркіндері көп болды деп айтуға болады. Себептері жаңағы экономикалық себеп, әлеуметтік себеп деген сияқты. Менің ойымша сол кезде мына әлеуметтік себеп көбірек орын алған сияқты. Яғни ұлт ретіндегі біздің ерекшеліктеріміздің ескерілмеуі, қазақ халқының өз жерінде отырып еркіндікте болмауы себеп, әрине осы көтерілістің басталуына себеп болды ғой. Мысалға өз көзімізбен көрген қандай әділетсіздіктер болды дегенде, менің жеке басыма байланысты әділетсіздік болды деп айта алмаймын. Бірақ кейбір жағдайларда, мысалға Алматы қаласы сол кездегі біздің астанамыз болғанына қарамастан, ол жерде қазақ халқының өзінің өкілдерінің
жұмысқа кіре алмауы, қазақ тілінің, ауылдан келген қазақ жастарының қазақ тілінде еркін сөйлесе алмауы, қанша дегенмен де сол кездегі аға ұлт болып саналатын орыс өкілдерінің, яғни орыс тілінің басымдыққа ие болуы, бұл әрине әлеуметтік теңсіздікке алып келді. Сондықтан да жаңағы біз айтамыз, алаңға шыққан жастардың өзінің қудалауға ұшырауы бұл озбырлық әрине. Енді ондай озбырлықтың болғандығын тарихи деректер, алаңға шыққан жастардың қудалау көргендігін тарихи деректер, деректі фильмдер, жаңағы Аллажар және тағы басқа фильмдер, желтоқсан ызғарына байланысты шығып жатқан деректі фильмдер, көркем фильмдер бар ғой, сол арқылы ол көріп біліп отырсыздар. Яғни қазіргі заманда бұл оқиғалардың жаңа болған, орын алған озбырлық немесе әлеуметтік теңсіздік, бір ұлтты екінші ұлттан жоғары қою немесе кемсітудің орын алғандығы ол дәлелденіп отыр. Рахмет сізге осындай мәліметтеріңіз үшін. Енді кезекті сұрағымызға көшсек, яғни енді желтоқсан оқиғасында негізгі қатысушылар ретінде енді жастарды көп тілге тиек етіледі ғой. Осыған байланысты қазіргі жастардың бойынан сол кездегі құрбыластарыңыздай намыс пен жігер байқалама. Сын сағаттарда жастарға сенер ме едіңіз деген сұрағымыз болып отыр. Жалпы болашақ қазіргі күнгі жастардағы бойындағы ұлттық сезім, яғни отаншылдық, отансүйгіштік қасиеттері қаншалықты жоғары дәрежеде екенін осы жөнінде айтып өтсеңіз. Қазіргі жалпы жастар қоғамның алдыңғы күші, алға жетелеуші күш деген сияқты айтамыз ғой. Соған қарағанда ол кездеген осыдан 30 жыл бұрынғы жастарменен немесе 35 жыл бұрынғы жастармен қазіргі жастардың аралығында айырмашылық бар ма? Қазіргі жастарға сенуге бола ма деген сияқты ғой. Қазіргі жастарға әрине сенуге болады. Біріншіден, мен ұзақ жылдардан бері педагог маманмын, жастарға дәріс берумен айналысамын алдымнан. Енді осы 30 жылдың ішінде педагогтық тәжірибемде көптеген жастар өтті. Соның бірі өзіңсің. Сондықтан қазіргі жастарға сенуге болмайды деп айта алмаймын. Әрине сенеміз. Және ол міндетті түрде біздің болашағымыз, елдің болашағы жастарға байланысты. Сондықтан егер де біз жастарға сенбесек, онда еліміздің де болашағы жоқ деген сөз ғой. Сондықтан еліміздің болашағы жастардың қолында, жастарға әрине сенеміз. Қазір сауатты, дарынды, жалпы бір алдына мақсат қоя білетін жастар өте көбейіп келе жатыр. Сондықтан осындай жастар бар кезде біздің қазақ елінің болашағы да жарқын болады деп сенеміз. Жалпы жастардың, қазіргі кездегі жастардың енді аға буын өкілдері көбіне көп кейде жастарға көңілдері толмай жатады ғой. Бірақ дегенмен де жастарға сену керек, жастардың мүмкіндігі мол. Және мен айтар едім, елімізде жасалып жатырған мүмкіндіктерді оқуға, білім алуға, спортпен айналысуға, жан-жақты дамуға жасалып жатырған мүмкіндіктерді жас кезінде жібермеу керек, жіберіп алмау керек. Жас кезінде өзін өзі тәрбиелеуге, білім алуға, жақсы нәрселерді көбірек бойына сіңіруге жастар ұмтылу керек. Сол кезде ол өмірде де табысты бола алады. Белгілі бір мансаптық өрлеу болсын, карьера дейміз, әлеуметтік жағдайының жақсаруы, өмір сапасының жақсаруы, оны әрбір адамның өзінің қолында. Әрбір жас өзіне белгілі бір мақсат қоя білу керек деп ойлаймын. Және осы мақсатқа жету үшін әрекет жасау керек. Сол кезде бәрі жақсы болады.
Көп рахмет. Енді өзіңіздей өзіңіз қатарлы сол кезде 86 жылдардағы жалпы тәуелсіздік қарсаңындағы тұлғалар, жалпы сол кездің жастары, одан бұрынғы тәуелсіздікке дейінгі жастар мен қазіргі күнгі жастардың ортасындағы бір байланыстырушы буын ретінде болдыңыз. Менің түсінігім бойынша жалпы желтоқсан оқиғасындағы жас әулеттің несі. Яғни неге себебі сол қазіргі күнгі біз секілді болашақ жастарға оқуға еркін, өзінің пікірін емін-еркін білдіруге, немесе таңдаған қалеген өзінің сүйген мамандығымен айналысуға емін-еркін өзінің құқықтарын талап ете алатындай заманда жасауымызға, өзіңіз секілді 86 жылдардағы тәуелсіздік қарсаңындағы тәуелсіздікті алуға өзінің үлкен септігін тигізген жастардың үлесі жоғары болды деп есептеймін. Осымен бүгінгі сізге дайындаған осы 3 сұрағымыз бар еді, осымен аяқталды. Осы сұхбатқа келісім беріп, бірге сұхбат берген үшін сізге алғысым шексіз. Жұмыстарыңызға табыстар, отбасыңызға амандық, жеке басыңызға денсаулық тілейміз. Сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыз.